Елбасы өз мақаласында сын сағатта елді ынтымақ пен бірлікке шақырып, бұл ауыртпалықты бірлесе жеңеміз деді. Сондай-ақ індеттің алдын алу жұмыстарының дер кезінде басталғанын айтып, әлі талай шаруаның атқарылатынын жеткізді. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының жетекші сарапшысы Жасұланбек Асқарұлы елбасы мақаласы туралы өз пікірін білдірді. Елбасы Қазақстанның 30 жыл ішінде қалыптасып, өзінің бір әлеуетті мемлекетке айналғанын айтты және сол арқылы сол әлеуетті осы қиындықты еңсеруге, сол әлеуеттің қиындықты еңсеруге толық мүмкіндігі бар екенін жеткізді. Бұл қалыптасқан дағдарыстың өзінің қиындықтарымен бірге мүмкіндіктері бар екенін де айтты. Яғни осыдан кейін осы жағдайларды саралау, өзгеше ойлау, алдағы бағыт бағдарды жаңаша түсу қажеттілігі туындайтынын көрсетті.